Сәлем қыздар, келіншектер. Мен бүгін сіздерге Дара Давая сумкамды көрсетемін. Осы жолы мен ерте дайындалып жатырмын. Ертерек сумкамды дайындап қойдым. Және минимум заттармен барам. Бұрын егер бәрін анау да керек, мынау да керек деп алсам, қазір жеңіл керек деген заттарды ғана алып барам. Бастаймыз. Ең бірінші документы, құжаттарды алып барамыз. Ол обменная карта, сосын өзіңіз удостоверениеңіз. И қажет болса, мен түскен осы жүкті кезімде түскен УЗИ-лердің копияларын шығарып аламын өзіме для себя. Өйткені обменная картаңыз сіздің роддомда қалады, сізге оны қайтарып бермейді. Сіз ондағы ешқандай данныйды қайтадан көре алмайсыз. Мен әлі срогым ерте босануға, уақыт бар. Сол үшін мен сумкамда обменная картам, әлі оны салып қойған жоқпын. Барып жүрмін врачқа. Так, екінші сорочка мен халат. Яғни босануға, сіз схваткамен босануға баратын сумка. Осы сумканы дайындаған кезде бұрынғы 2019 жылғы түсірген, 4 жыл бұрын түсірген видеомды қарап алдым. Қазір бірақ по минимуму ол кездегідей зат көп емес менде. Мынандай не алып алдым. Менде осындай тройка комплект бар. Соның мынау жұқа халаты. Бұл енді білмеймін ғой, роддомның іші қалай болады, жылы бола ма, салқын бола ма. И мынау менің сол сіздердің алдын көрген видеолардағы сорочкам. Босанатын сорочкам сол бұрынғы тап-таза қалпында, сол қалпында тұр. Босанған кезде кием. Былай. Мойны на резине, бала емізуге ыңғайлы. Осыған әлі сиям. Сол бұрынғы көрсеткен сорочкаларымның бәрі таза, жақсы, бірақ мен оларға уже сыймаймын. Әр балада бір размерге қосып келе жатырмын. Сондықтан сыймаймын оларға. Және мынандай үлкен халат алып қойдым. Бұрынғы Дара Давая сумкадағы вафельный сары халатыма мен сыймаймын. Мынау үлкен қалың халат. Бұл есіме түсіп отыр. После родов таңертеңнен обход басталып, УЗИ-ге жібереді, анализге жібереді. Сол кезде салқын болады. Ана нелерді ашып, терезе есіктің бәрін ашып, проветривать етеді роддомда персонал. Сондай кезде, салқын кезде, сондай салқын жерге киіп баратын халат бұл. Өйткені менде болды, осы соңғы босанған кезімде солай жүгіріп жұқа шыға салғанмын. Одан кейін жөтеліп, роддомда жөтелетін дәрі ішуге тура келді. Одан кейін носки мен тапочки. Тапочки моющиеся резиновые, как обычно. Резиновый болатын себебін алдыңғы видеода да айтқам. Бірдеңе тамып кетсе, босанып атқанда жуып, қайтадан қолданып кие салатын. Сосын үлкендеу размер алам мен, өйткені босанғаннан кейін кішкене аяқ сінеді. Және былай резиновый тапочки удобнее ғой, былай кейін білініп қалса да жуып алуға. Осы носки. Енді келесі су. Босануға мен ішетін су. Бұрынғы видеода с присосками алғанмын. Бірақ мынандай суда жарайды. Уже мама опытная. Мынандай суды алып берсе, ішуге болады. Судың жанына шоколад алдым, перекус, заварка алдым бірнеше, пластик стакан алдым. Соңғы босанған кезімде босанып болғаннан кейін жанымда ешкім жоқ. Ол кезде партнер кіргізген жоқ, карантиннен кейін, ковидтің кезінде. Сонда су шалмай, суда жоқ, ештеңе шалмай жаттым балам қолымда. Жайлап баламды ұзақ күттім. Мені ұзақ палата орын босамай сол родзалда жата бердім. Сол кезде қатты қарным ашты. Аңқам кеуіп, кәдімде тамағым кеуіп кетті. Сол кезде жайлап шығып, роддомның қабырғасынан ұстап жүріп, постқа бардым да айтты, маған шай бересіздер ме деп. Сол кезде менде осы нелер болған жоқ. Мүмкіндік болған жоқ осыларды алып, қолданып, не істейтін. Сондай жағдайда партнер керек. Партнермен бару керек. Мен ойлап жатырмын, әлі шешкен жоқпын қандай партнермен баратынымды.
Келесі телефон, зарядник, наушники. Оларды енді кетер кезде жинаймын. Енді подгузники и пеленки маған аптектен осындай обычный подгузники, пеленки алдым. Менің астыма төсеп, врач қарайтын кезде осыны ашып алып қолданып қарай салады. Және осы соңғы родыда менің білгенім, мен бұрын прям подгузники андай с липучками алатынмын. Қазір подгузники трусики бар екен. Қазір болғанда сол 2021 жыл босанған кезімде осындай қолдандым. Мынандай ыңғайлы, схватка кезінде туалетке барып келген кездің бәрінде ана липучканы шешіп, оны қайтадан орнына қоя алмай жүрмейсіз, кәдімгідей спокойно. Сосын мен артығымен алам, көп алып қойдым. Өйткені ауыстыра салуға артық болса ештеңе етпейді, салмағы жоқ, орны қатты көп алмайды. Және после родовта кию керек. Бірақ после родов обычно врачтар бір күннен кейін келіп, уже түгел мынандай подгузниктарды шештіреді, прокладкамен жүргізеді, қайта-қайта подмываться еткізеді, ескертіп тұрады, қайта-қайта үлкен дәрет, кіші дәретке барамыз, қыздар, жүріп жатыр ма бәрін тексеріп тұрады. Так, келесі баланың киімдері. Балаға пеленки, бұрынғы пеленкиім балаларымның алдым, жуып дайындап қойдым. Бір киім алдым. Бұрынғы видеодағы слип, мен слип әлі жақсы көрем. Осы слипті жақында тауып алдым, қайтадан. Бұл жап-жаңа тұрған себебі, бұны балам киген жоқ, өйткені мен балам сол кезде мынау 56 размерге симай қалды. Ол 58 сантиметр болып туылды да, 56 размер алған 5 штук слибімнің андай бұты да жабылмайды, әйтеуір іліп қойдым да, ертесі алдыртып алдым. Босанғаннан кейін 62 размер киімдерін алдыртып алдым. Сондай слип, бір слиппен бір чепчик дайындап қойдым. И бір подгузник. Подгузник менде алдыңғы баламнан қалған Юкосанның SK размері 6 килограммға дейін деген. Ішінде 82 штук болып артып қалған ғой, бала өсіп кеткен ғой менде. Видимо, бұны екінші упаковка қылып алған шығармын. Сол осылай қалпында жинап алып қойған біз. Осы подгузникті құдай қаласа осы жоқ қолданамыз. Кішкентай ғана міне, көп кішкентай. Юкосан маған ұнайды. Қазіргі бағаларын білмеймін, әлі алған жоқпын. Бұрын Мерис алатынмын, Мерис өте қымбат. Енді салыстырып қарағанда қазір корейский аналогтар көбейіп кетті. Және қазақстандық Baby деген марка тоже ұнайды маған, жақсы качествосы. Көреміз. Мен осыны бітіріп алайық, одан кейін соны аламыз. Баланың киімін айттым. Енді одан басқа бумажное полотенце и влажные салфетки. Бұлар сол жерде персонал сұрайды әйтеуір. Всегда роддомда бумажные салфеткимен влажные салфеткимен бумажный полотенцеңді сұрап алып алады. Сосын мынандай артық бірнеше пакет алып алдым. Артығымен әлі де салып қоямын. Ол жаңағы мен роддомға келген кезде үстінде киімдерімді шешіп салып берем осыларға. Күйеуім алып кетеді. Сосын менде аквамарис алам. Мұрным кебет менің. Береміз кезде шығатын осындай нем бар, мұрным кебет. Соған егерде тынысым мұрным кеуіп демалу қиын болып жатса, аквамарис сере салам. Барлығы осы, все по минимуму, бәрін тек керек заттар ғана. Қалғанын послеродовая сумкада болады. Егерде сізде өзіңізде ерекшеліктер болса, өзіңізге керек заттар болса, мысалы менің аквамарис алғаным сияқты сіздің де өзіңіздің бір сондай моменттеріңіз болса, әрине өзіңіздің қажетіңізді бірге алыңыз. Жалпы ең керекті деген заттар осылар. Осындай қысқа, тез-тез сондай шолу немен уақыт өте с опытом сөйтіп келеді. Пока бұл жерде менің алып қосарым жоқ, осы заттармен құдай қаласа барам. Прозрачный анандай сумка аламын. Оның бұрынғы прозрачный сумкаларым бар, бірақ жаңасын алғым келеді. Көреміз, өйткені олар жыртылып қалуы мүмкін, тасып әбіржіп жүгіріп жүрген кезде көреміз. Жалпы прозрачный сумка болған жақсы, өйткені прозрачный сумкада көрініп тұрады, сіздің ішінде не зат бар екен. Өзіңіз схваткаңыз келіп, өзіңіз толғатып, өзіңіз жаныңызға батып, өзіңіз қорқып тұрған кезде
сізге персонал лишний раз сұрақ қоймайды, мына іште не бар, кәне ашып көрсет деп, анда бәрі көрініп тұрады. Қатты тексереді ғой, мынаны назад болмайды, мынаны алып кіруге болмайды деген әңгіме көп басталады. Сондықтан прозрачный сумка алсаңыз артық сұрақтан құтыласыз деп ойлаймын. Мен сөйтемін.